Әрбір еркек көру керек болған топ 3 кино. Бірінші кино. Крестный отец. Мұрындық ата. Бұл кино шаңырақ хақында, жауапкершілік хақында һәм тәртіп хақында. Бұл кинода ар намыс һәм әмел адамды қалай өзгерту хақында жақсы көрсетіп береді. Ол кино өз заманында 3 Оскарға ие болған. Ең жақсы кино, ең жақсы режиссер, сценарий, сол сияқты. Топ 2 кино. Побег из Шоушенка. Шоушеннен қашу. Бұл кино не хақында? Бұл кино сабыр, үмітті үзбеу һәм ең қиын жағдайға түскенде де берілмеу хақында. Ал топ 3 кино болса, бойцовский клуб. Бұл кино не хақында? Еркектердің жеке ішкі кризисі хақында. Яғни бұл киноны көріп атқан уақытта сіз өзіңіздің ішіңізде сұрау туылады, мен немен, мен кіммен деген. Бұл кинода еркектердің ішкі агрессиялары хақында айтылады. Бұл топ 3 кинода шын еркек қандай болу керек екенлігін епілеп ашып бере алған. Сол себептен қолыңыз бос уақытта бір көруге арзиды.